Сәлематсыздар ма, каналыма хош келдіңіз. Мен бүгін өте тамаша үлпілдеген кекіс жасап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңдар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міне қараңдар, өте тамаша кекіс. Менімен жасап қараңдар. Бұл кекісті жасау үшін біздерге 3 жұмыртқа, қант керек, жарты кеседен көптеу, жарты кесе сұйық май, ұн, сүт керек 1 кесе. Толы кесе емес, алдын ала 3 жұмыртқамызды шағып аламыз қыздар. Дәл осылай. Менің каналыма өтсеңдер, пирогтың рецептері, кремнің рецептері барлығы бар. Кіріп қарасаңыздар болады қыздар. 3 жұмыртқамызды шақтық. Енді қантымызды саламыз. Кесені толтырмай, жарты кеседен сәл ақ өтіріп қант саламыз қыздар. Сүтіміз 1 кесеге шамалас. Дәл осылай мөлшермен құямыз. Мен граммен өлшемеймін. Кекіс деген өте оңай болғандықтан осылай өлшеп құям. Сұйық май жарты кесе. Дәл осылай барлығын құйып аламыз да миксерлейтін боламыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Өте тамаша кекіс қыздар. Менімен жасап қараңдар. Қанты ерігенше дәл осылай миксерлеп аламыз. Астында қанты қалмау керек. Қанты ерсе 1 массаға түседі барлығы. Қанты ерігесін ұнымызды саламыз. Ұнымызды қою, қатты қою емес, нормальный сұйықтау болғанша жайлап салып бұлғалап аламыз. Өзі білінеді, кекістің қамыры қалыпқа келіп тұрады, сол кезде құйып духовкаға салатын боламыз. Бұл кекістің ерекшелігі разрыхлителге қарайды қыздар. Разрыхлителдің дәл менікіндей салатын болсаңыз, қышқыл дәм де шықпайды, көтерілмей де қалмайды, барлығы ойлағандай болып шығады. Қайтып салсаңыз да ол маңызды емес. Тек қантын ертіп, осындай разрыхлителдің көп ерекшелігі бар да. Міне дәл осы разрыхлитель салсаңыз, кекісіңізді қалай жасасаңыз да әдем болып шығады қыздар. Барлығын енді миксерлеп аламыз. Мен барлығын салып не қылсам, ұным аздау болды. Қазір тағы да ұн салып, 1 массаға түскенше миксерлеп алам қыздар. Сұйықтау қазіргім, міне дәл осылай көрсетейін, сұйықтау болып тұр. Міне мына ұнды қосып, жақсылап бұлғайтын боламыз. Міне дәл осындай масса болу керек қыздар. Қоюда емес, сұйықта емес. Алдын ала духовкамызды 180 градусқа ысытып қоямыз. Енді осы шыққан қамырымызды, массамызды қалыпқа құйып духовкаға саламыз. Дәл осылай салып, салмамызды духовкаға қоятын боламыз. Барлығын осылай құйып алдық. Міне, енді духовкада 180 градуста пісіріп аламыз. Міне кекісіміз пісті. Қараң, өте тамаша кекіс болып шықты қыздар.
менімен жасап көріңдер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын қыздар.